Асан қайғының жер ұйықты іздегені. Асан қайғы желмаяға мініп, жиған кезіп, жер ұйық дейтін орманды, көкірай шалғынды, сулы жер, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын қоныс іздейді. Асан қайғы Маңғыстауға үш барып, үш қайтыпты. Түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан жақсы жер болмас деп. Жетісуды көргенде, мынау Жетісудың ағашының әр бұтағы жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс депті. Осы күнгі меркі жеріндегі аспараны көргенде, «Ей, аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе суың жетер» деп жүріп кетіпті. Баянауыл тауын көргенде, баянға жаймай қой семірмес деп Асан қазіргі Баянауылды өзіне жайлау етіпті. Әулиетаның батысындағы жуалы жерін көргенде, жерің семіз, шөбің шүйгін, қарың мол, топырағың май екен, қадіріңді егін салған ел білер депті. Қарсақбай аймағын көргенде, жезқазған жері айналаң жапан түз екен, тауының асты жез екен, жұртың ашық бас деп жүріп кетіпті. Шыңғырлау өзенін көргенде, Асан түсе қалып, желмаясын суарады, жылқының өзі өскен жоқ. Шыңғырлау, сен құт болған екенсің, сен өсірген екенсің деп қонып кетіпті. Асан шұрайлы қоныс, нулы өлке іздеумен өмір бойы желмаясымен желіп өткен екен, Ұлытаудың бас жағына келіп дүние салыпты.